Қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Есімім Дәурен Тойбасы, математика пәні мұғалімін. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл сандар тізбегі. Яғни біз сандардың тізбегін, жалпы тізбек дегеннің қандай нәрсе екенін танысатын боламыз. Егер біздің тақырыбымыз қызықты әрі пайдалы болса, онда көруді жалғастырайық, достар. Достар, егер де дайын болсақ, онда біз сабағымызға кірісейік. Сонымен бірінші бетке тоқталайық. Жалпы тізбек дегеніміз не? Тізбек дегеніміз бұл белгілі бір заттардың белгілі бір заңдылықпен орналасқан реті. Мысалы, қызыл, сары, жасыл, қызыл, сары, жасыл деп жалғастыра беретін болсақ, бұл бізде тізбек болады. Дәл солайынан, мысалы бізде 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 деген сандар берілген болса, біз бұл санның тақ сандардан тұратынын көріп тұрмыз, яғни тақ сандар тізбегі. Бұл сандар бізде шексіздікке кетіп баратыр, және белгілі бір заңдылықты қайталап тұр, көріп тұрғанымыз арасында жұп сандар жоқ. Сонда тізбек дегеніміз не екен? Белгілі бір заңдылықпен орналасқан сандар реті. Енді осы тізбектің әрбір мүшесін біз атай аламыз, яғни әрбір мүшесінің есімі бар. Сол есімдермен танысайық. Енді көріп тұрайықшы, мысалға қараймыз, барлығымыз. Мына жерде көріп тұрғанымыздай бізде сандар берілген, осы сандарға қарайық. Мұнда 1, 3, 5, 7 деген бізде сандардың тізбегі берілген. Мына жерде 1 деген бұл тізбекте нешінші тұр? Бірінші тұр. Онда бұл тізбектің бірінші мүшесі деп аталады. Оны белгілеу үшін біз А1-ды қолданамыз. Яғни А1 деп атқанымыз бұл тізбектің бірінші мүшесі деген білдіреді. Яғни А1 1-ге тең. Енді А2 деп атқанымыз не? А2 деп атқанымыз бұл А деген тізбектің екінші тұрған саны. Мысалы, осы берілген тізбек біз АН деген тізбек болатын болса, осы тізбектегі бірінші тұрған сан А1, екінші тұрған сан бұл 3-ті А2 деп белгілейміз. Яғни А2 дегеніміз бұл бізде 3. Келесі А3 дегеніміз бұл бізде 5-ге тең. Яғни тізбектегі үшінші тұрған сан 5-ге тең. Дәл солай А4-ті тапқымыз келсе, ол 7. Ол дегеніміз не? Тізбекте 4-ші тұрған сан 7 дегенді білдіреді. Енді А5 дегеніміз, давайте, А8 дегеніміз қалай болады? А8 дегеніміз тізбекте 8-ші тұрған санды анықтаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тізбекте 8-ші қандай сан тұр? 15. Яғни тізбектің 8-ші мүшесі 15-е 5, 6, ал 9-ші мүшесі 17-ге тең. Жақсы. Енді оқушылар, мына тізбектің нумерациялары әрқашан натурал санмен есептелінеді. N деп атқанымыз бұл бізде натурал сандар. Неге? Өйткені біз білеміз, санау кезінде натурал сандарды қолданамыз, Жақсы. Енді мысалдарға кірісейік. Бірінші мысал, бізде AN тізбегі берілген. Бұл тізбек n квадрат минус 1 деген заңдылықпен орналасқан. Енді AN тең n квадрат минус 1 тізбегі берілсе, онда тізбектің 5-ші, 8-ші мүшесін табыңыз еді. Яғни біз тізбектің 1, 2, 3, 4, 5 осы жерде орналасқан санды 6, 7, 8, 8-ші орналасқан санды анықтауымыз керек. Бізге бір тізбек берілген, ол тізбек формуламен берілген, сол формуланың көмегімен 5-ші және 8-ші мүшелерін табуымыз керек. 5-ші мүшесін тапқымыз келетін болса, онда берілген формуланың n деген жерге біз 5-ті жазамыз. Яғни, біздің формуламыз AN тең n квадрат минус 1 берілген болса, мен 5-ші мүшені тапқым келсе, n-нің орнына 5-ті қоям. Яғни, A5 тең n-нің орнына 5-ті қойсақ, барлық n-нің орнына 5 қоямыз. Яғни, 5 квадрат минус 1. 5-тің квадраты бізде 25, одан 1-ді азайтсақ 24. Біздің тізбектің 5-ші мүшесі 24-ге тең.
Енді 8-ші мүшемізді тапқымыз келеді. N-нің орнына 8 қоямыз. 8 квадрат минус 1. 64-тен 1-ді азайтсақ, 63. Сонда біз тізбектің 5-ші және 8-ші мүшелерін таптық. 5-ші мүшесі 24-ге тең, 8-ші мүшесі 63-ге тең. Дәл солайынан бұл тізбектің кез келген мүшесін таба аламыз. Өйткені бұл тізбектің бізде формуласы берілген. Жақсы. Онда келесі бетке өтейік. Бізде екінші сұрақ. xn деген бізде тізбек берілген және оның формуласы жазылған. Бізге x5 азайту x1 мәнін табуымыз керек. x5 деп атқанымыз не? Біздегі x деген сандар тізбегі берілген болса, осының 5-ші тұрған саны мен 1-ші тұрған санының айырмашылығы неге тең дейді? Міне x5 минус x1-дің мағынасы неге тең? Онда біз x5-тің мәнін іздейік. x5-тің мәнін анықтау үшін біз n-нің орнына 5-ті қоямыз. Яғни 5-ші мүшесін анықтауым керектір, я? n-нің орнына 5-ті қоямыз. Сонда менде не болды? Үстінде 6, бөлімінде 8. Бұлар 2-ке қысқартсақ, 3, мұнанда 4 болады. 6 мен 8 2-ке қысқарады. 63-ке 2-ке бөлсек 3, 8-ді 2-ке бөлсек 4. Енді келесі бірінші мүшесін тапайық. Онда n-нің орнына 1-ді қоямыз. 1 қосылған 1, 1 қосу 3. Сонда 2 бөлінген 4, бұлар 2-ке қысқарады. Онда 2-ке қысқартсақ, мұнда 1, мұнда 2 қалады, 2-ден 1. Енді осы сандарды бір-бірінен азайтамыз. Біздің есепте 5-ші мүшеден 1-ші мүшені азайтқан сұрап жатыр. 5-ші мүше 4-тен 3-ке тең, 1-ші мүше 2-ден 1-ге тең. Енді біз бөлшектерді азайтқан кезде ортақ бөлім беріп азайтамыз. Мынаның бөлімі 4, екінші бөлшектің бөлімі 2. Онда мен екінші бөлшекті 2-ке көбейтем. Сонда 4-тен 3 минус 1-ді 2-ке көбейтсек 2, 2-ні 2-ке көбейтсек 4. 3-тен 2-ні азайтамыз 1, бөлімі сақталады. Шешімі 4-тен 1. Келесі, үшінші тапсырма. 8 саны мына yn тең 2n плюс 3 формуласы арқылы берілген тізбектің мүшесі бола ала ма деген сұрақ келген. Біз мұндай есепті шығару үшін сол санды тізбектің формуласына теңестіреміз. Біздің мақсатымыз n-ді табу. Егер n кәдімгі натурал сан болса, онда бұл тізбектің мүшесі бола алады. Егер натурал сан болмаса, онда өкінішке орай тізбектің мүшесі бола алмайды. Енді тексерейік. Бізге берілген тізбектің формуласы 2n плюс 3 және нешінші мүшесі 8-ге тең деп сұрап жатыр. Онда біз 2n плюс 3-ті теңестіреміз 8-ге. Сонда 2n тең 8 минус 3, 2n тең 5, n тең 5 бөлу 2, n тең 2 жарым. 2 жарым бізде натурал сан емес. Сондықтан да 8 деген сан тізбектің мүшесі бола алмайды. Енді бұл тізбектің мүшелері қандай? Бұл тізбектің бірінші мүшесін анықтау үшін n-нің орнына 1 қоямыз. Сонда бірінші мүшесі қараймыз оқшар, y1 тең 2 көбейту 1 қосу 3, 5-ке тең. Егер бұл тізбектің екінші мүшесін анықтамыз келсе, y-тің орнына 2-ні қоямыз. Сонда бұл бізде 7-ге тең. Үшінші мүшесін анықтамыз десе, n-нің орнына 3-ті қоямыз. Сонда 2 көбейту 3 қосылған 3, бұл бізде 9-ға тең. Дұрыс па? Сонда біз бұл есепте не байқадық? Мен дұрыс емес кеттім о деймін. Бір тексеріп алайын. 2 жердегі бір дұрыс, 4, 7 дұрыс, келесі дұрыс. Яғни есеп дұрыс. Мына 8 деген сан бұл тізбектің мүшесі бола алмайды. Келесі 4-ші есепке тоқталайық. xn тең 5 минус n 4 минус берілген формуласы арқылы берілген. Тізбектің мүшелері нешінші номерден бастап 10-нан 1-ден кіші болады. Яғни біздің xn деген біздің тізбектің формуласы бар. Яғни бұл
кез келген мүшесін табуға болатын формула. Енді айтады, нешінші мүшесі, яғни нешінші мүшесі деген бұл xn-ші мүшесі 10-нан 1-ден кіші болады деп жатыр. Міне біздің мақсатымыз осыны табу. Яғни біз нешінші мүшесін білмейміз ғой, сондықтан xn-нің орнына осы формуланы қоямыз. Өйткені біз n-ші мүшесі 5 минус n 4n минус 3-ке тең екенін білеміз. Осы бізде 10-нан 1-ден кіші. Енді бұл қалай жалғастырамыз? Бұл есепті шығару үшін біз ортақ бөлім береміз. Так, 10-нан береміз, мынаған 4n минус 3-тен береміз. Сонда мен мұнда жазамын. Мына 10 деген 5-ке және 10-ға көбейтіледі. Сонда бұл 50 азайтылған 5n, бұл дәл солай алымына көбейтіледі, бөліміне де көбейтіледі. Мұнда көбейтіледі, мұнда көбейтіледі. Сонда неше болады? 40n минус 30. Мұнда таңба 4n минус 3 дегенімізде дәл солай алымына, бөліміне көбейтіледі. 1-ді 4-ке көбейтсек 4n, 1-ді 3-ке көбейтсек 3. Бөлімінде 10-ды 4n-ге көбейтсек 40n, 10-ды 3-ке көбейтсек 30. Енді екі бөлшектің бөлімдері бірдей болып тұр, күшті. Барлығын сол жаққа өткізейік. 50 минус 5n бөлімінде 40n минус 30. Азайту 4n минус 3 бөлімінде 40n минус 30. Енді бөлімдері бірдей, алымдарын азайтамыз. 50 азайту 5n. Қараңдар оқшар, азайтқан кезде минус 4n болады, ал минус пен минус плюс болатынын ұмытпаймыз. Сонда минус пен минус көбейтсек, бұл плюс 3 болады. Бөлімінде 40n минус 30. Бұл бізде кіші 0-ден болады. Мұна жақта 0-ден кіші дегенді ұмыт кетті. Так, енді минус 5n минус 4n, бұл бізде нешен береді? Минус 9n береді. 50 қосу 3, 53. Бөлімінде 40n минус 30. Осының барлығы 0-ден кіші. Бұл бізде бөлшек рационал функция болды. Теңсіздігі болды. Бұны шығару үшін жоғар жағы 0-ге тең, бөлімін 0-ге тең емес деп жазамыз. Минус 9n қосылған 53 тең 0, 40n минус 30 тең емес 0. Жарай ма? Сонда минус 9n тең минус 53, плюс минус болып өтеді. 2 минус қысқарады, n тең 53 бөлінген 9. Мұнда 40n минус 30 оң жаққа өткіземіз. Бұл бізде 0 плюс 30. Яғни 40n тең емес 30-ға, сосын n тең емес 30 бөлі 40. 4 пен 0 мен 0 қысқарады. Енді осыларды сан сәулесіне белгілейміз. Бұл жерде 4-тен 3-ті бірінші жазамыз, өйткені бұл 1-ге жетпейді, ал 53-тен 9 дегеніміз 1-ден асады. Так, таңбасы n-нің алдына қараймыз, алымында минус, бөлімінде плюс, яғни бұл минустан басталады. Минус плюс минус, және 0-ден кіші болғандықтан минус аралықтарын белгілейміз. Енді мұна жерде бізде минус шексіздік бар, мұнда плюс шексіздік бар. Сонда бұл есептің шешімі минус шексіздіктен 4-тен 3-тің аралығы және 53 бөлінген 9-дан плюс шексіздік аралығы болды. Енді біз жаңа айттық, бұл n-нің мәндері. n дегеніміз бұл натурал сан деп айттық. 0 мен 0,4-тен 3 дегеніміз 0,175 қой. Арасында натурал сан бар ма? Жоқ, Мына жерде бізде сан жоқ. Ал мына жерде 53-ті 9-ға бөлетін болсақ, бізде қандай сан шығады? 4,5 9-дан 8-ден плюс шексіздік болады. Яғни, енді қараңдар оқшар, n нешінші мүшесінен бастап 10-нан 1-ден кіші болады. 5,9-дан 8-ден кейін қандай бүтін сан бар? 6 бар, 5,9-дан 8-ден кейін. Онда бұл 6-шы мүшесінен бастап 10-нан 1-ден кіші болады. Яғни бұл есептің шешімі. Яғни көріп тұрғанымыздай, басын біз тауып тастадық, одан кейін барып бөлшек рационал теңсіздік шығарып, біздің есеміз ұзарып кетті. Түсінікті деп ойлаймын, егер түсінбесек, тағы бір қарап алайық. Келесі 5-ші тапсырма. 18 санына еселік болатын барлық екі таңбалы сандар тізбегін жазыңыз.
Так, 18-ге еселі деп атқанымыз, бірінші 18-дің өз болады. Кез келген санның өзі басталады. Енді осы 18-ге өз-өзін қосып отыра береміз. 18-ге 18-ді қоссақ 36, 18-ді қоссақ 54, қосамыз 72, қосамыз 90, қосамыз 108, қосамыз 100, неше болып кетеді? 26 болып кете береді. Бізге 18 санына еселі 2 таңбалы сандар керек. Яғни 18, 36, 54, 72, 90 болады. Яғни 18 тізбектің бірінші мүшесі, 36 екінші мүшесі, 54 үшінші, төртінші, мынау бізде 5-ші мүшесі. Яғни бұл жерде тізбектің тек 5 қана мүшесі бар. Сонда А1, А2 дегендерді нақты түсінген болатынбыз. А2 десегі бұл тізбектегі екінші тұрған сан деген білдіреді. Келесі 6-шы есеп. 7-ге бөлгенде бір қалдық болатын сандар тізбегінің алғашқы 5 мүшесін жаз. Бірінші 7-ге бөлінетін сандар жазайық. Бұл бізде 7, яғни 7-нің еселіктерін жазамыз. 14, одан кейін 21, 28, 35 және мысалы 42 деп кете береді. Бұлардың барлығы 7-ге бөлінеді. Енді бір қалдық қалатын десе, біз міндетті түрде осы сандарға бірді қосамыз. Сонда бұл 8, 15, 22, 29, 36, 43 болады. Яғни мынау бізде 8 деп атқанымыз тізбектің бірінші мүшесі болады. Мынау екінші мүшесі, мынау үшінші мүшесі, мынау төртінші мүше, 5-ші мүше және 43 деп атқанымыз 6-шы мүшесі болады. Яғни тізбектің 6 мүшесін анықтадық. Келесі. 5-ке бөлгенде қалдығы 4 болатын натурал сандардан құралған өспелі тізбектің жалпы мүшесінің формуласын жаз. 5-ке бөлгенде деген сөз, оқушылар, біздің санымыз 5-ке еселі болу керек. Яғни АН деген біз тізбекті алатын болсақ, яғни бұл формула болса, 5-ке бөлгенде десе, бұл 5n болады. 4 қалдық беретін десе, біз плюс 4 деп жазамыз. Яғни 4 қалдық беру үшін бұл плюс 4 жазылады, Енді екінші бір мәселені айтып өтейінші. 5-ке бөлінетін сандарды қарайықшы. 5, 10, 15, 19. Енді осыған 4-ті қоссақ, онда 9, 14, 19, 23. Осы сандарды біз 5-ке бөлгенде 4 қалдық береді, Енді мен бір сұрақ қойыншы. Мысалы, мына 9 деген сан, бұл 5-тен 4-ке артық. Және 5-ке бөлінетін келесі сан бұл 10 ғой. 10-нан қанша жетпейді? 1 жетпейді. Яғни 4 қалдық, келесі санға 1 жетпей қалады ғой, 10-ға 5-ке бөліну үшін. Онда екінші формуласы бұл 5n минус 1 болады. Мысалы, мына 14. 14 кейінгі 5-ке бөлінетін сан 15. Яғни 15-ке 1 жетпейді, сондықтан да біз азайту 1 деп жазамыз. 1 жетпейді болса. Жалпы солай. Мысалы, 3-ке бөлгенде 2 қалдық қалатын формула тізбегін жаз десе, бұл бізде 3n плюс 2 деген формула деп жазуға болады. Келесі 2 қалдық қалатын болса, ол келесі санға қанша сан жетпей қалады 3-ке бөлінетін? 1 сан жетпей қалады, Сондықтан да бұл 3n минус 1 болып жазылатын ұмытпайық. Келесі тізбектің жалпы формуласын жазыңыз. Так, бізге осындай 3 тізбек берілген, осы тізбектердің қазір формуласын жазамыз. Так, жақсы. Оқушылар, мына жерде 3 тізбек бар. Бірінші, екінші, үшінші тізбек бар. Бірінші тізбектің формуласын AN деп жазбалайық. Бұл тізбек қаншаға артып жатыр, соны жазбалайық. Бұл тізбек бізде 4-ке артып жатыр, Онда бұл автоматты түрде 4n деп жазамыз. 4n. Енді осы 4-ке артылып жатыр. Осы 4-ті мына бірінші тұрған саннан азайтамыз. 2-ден 4-ті азайтамыз. Сонда неше болады? 2-ден 4-ті азайтсақ, минус 2, осылай жазылады. Түсінікті ме? Осы артылған санды алғашқы тұрған саннан азайтамыз. Енді қазір екіншісіне мысал берейін, үшіншісіне мысал берейін, түсінікті болады. Мына жерде қаншаға қосылып жатыр? Плюс 3-ке қосылып жатыр, Міне плюс 3. Мына жерде негізі қате болып кеткен, 11 болу керек. Мына жерде 14 болу керек. Плюс 3 қосылып жатыр, міне. Енді оқушылар, бұл жерде 3n болады. 3n. Енді біз қаншаға қосылып жатқан үшін, мына 3-тен
5-тен 3-ті азайтамыз. Бірінші тұрған саннан 3-ті азайтамыз. 5-тен 3-ті азайтсақ, ол бізде плюс 2 болды. Мына жерде біз 2-ден 4-ті азайттық, минус 2. Жақсы, мына 3n плюс 2 деген формула. Яғни n-нің орнына 1-ді қойсам, менде 5 шығу керек. Мұнда n-нің орнына 1-ді қойсам, 2 шығады. 2-ні қойсам, 6 болады. Дұрыс па? Енді келесін тізбектің формуласын анықтап көрейік. Ол үшін қараңдар, қаншаға кеміп жатыр? Бұл минус 3-ке кеміп жатыр, яғни минус 3 n деп жазып алам. Енді бірінші тұрған саннан осы минус 3 азайтам. Қараңдаршы, 100 азайту минус 3. 2 минус кескенде ол плюс болады. Сонда 100 минус 3 дегенің бұл 100 плюс 3 болып кетеді. Сонымен бұл 103 болады. Мына тізбектің 3 тізбектінде біз несін анықтадық? Формуласын анықтадық. Бір жақсылап қарап алайық, негізінде қиын емес. Жақсылап бір көріп алсаңдар болады. Келесі бізде рекурренттік тәсіл деп аталады. Жаңағы бірінші есептерде біз кез келген мүшесін таба алатын болсақ, рекурренттік тәсілде біз келесі мүшесін табу үшін оның алдыңғы мүшесін тауып отыруымыз қажет. Яғни бұл поезд секілді. Біз мысалы екінші мүшесін табу үшін бірінші мүшесін табуымыз керек. Үшінші мүшесін табу үшін 2-ні 1-ді табуымыз керек. Бесінші мүшесін табу үшін 4-ті, 3-ті, 2-ні 1-ді табуымыз керек. Рекурренттік тәсіл дегеніміз барлығы бір-бірімен байланысып тұрады. Сондықтан да бұны табу оңай болмайды. Бірақ біз үйренеміз. Жалпы рекурренттік тәсіл туралы түсінікті деп ойлаймын. Онда бірінші сұраққа тоқталайық. Бізде рекурренттік түрде берілген мына a1 тең 3-ке және мына формула бар. Тізбектің 4-ші мүшесін тап. Енді оқушылар, біз ең бірінші n-нің орнына әрқашанда 1 бастап қоямыз, n-нің орнына 1-ді қоятын болсақ, қараңдаршы, біздің берілген формуламыз an плюс 1 тең an плюс 3. n-нің орнына 1-ді қойсақ, 1 плюс 1 тең a1 плюс 3. Сонда a1-ге 1-ді қоссақ 2, a1 плюс 3. Ал біз білеміз, a1 бұл 3-ке тең. Онда екінші мүшесі бұл 3 қосу 3. Сонда a2 қанша болады? 6 болады. Міне біз екінші мүшесін тауып алдық. Енді келесі үшінші мүшесін табу үшін n-нің орнына енді келесі 2-ні қоямыз. Сонда 2 қосу 1 тең a2 қосу 3. Сонда a3 тең a2 деп атқанымыз 6, оған 3-ті қосамыз. Сонда a3 тең 9. Міне үшінші мүшесі 9-ға тең. Енді келесі 4-ші мүшесін табу керек. 4-ші мүшесін табу үшін n-нің орнына 3 қоямыз. Сонда a3 қосу 1 тең a3 қосылған 3. Сонда a4-ші мүшесі бұл бізде 9 қосылған 3, a4-ші мүшесі 12 тең. Яғни бұл есепті түсінгеніміз бойынша, қараңдаршы, a4-ші мүшесіне жету үшін мен бірінші a3-ті таптым, a3-ті таптық. Оның алдындағы a2-ні таптық, яғни бізге a1 берілді. Яғни біз a1 арқылы a2-ні таптық, a2 арқылы a3-ті таптық, a3 арқылы біз a4-ке жеттік. Осы бізде рекурренттік тәсіл деп аталады. Келесі тапсырма. Бізде бірінші мүшесі берілген, және мынанда бір формула берілген. an-1 тең an-4 және n 2-ден басталады деп тұр. 6-шы мүшесін табуымыз керек. Онда бастайық. n-нің орнына 1-ді қоймаймыз, себебі n 2-ден басталады деп тұр. n-нің орнына 2-ні қоямыз. Кеттік. Сонда a2 минус 1, мұнда қоямыз. Сонда a2 минус 4. a1 тең a2 минус 4. Бізде a1 берілген 10 тең a2 минус 4. Енді оқушылар ойланайықшы, қандай саннан 4 азайтсақ 10 болады. Ол бізде 14, немесе қиын болса, бұлай жасақ болады. a2 минус 4 тең 10, a2 тең 10. Мұна бізде плюс 4 болып өтеді. Сонда a2 бізде 14-ке тең. Мұны екінші мүшесін таптым. Енді мен n-нің орнына 3-ті қою арқылы келесі мүшесін табам. a3 минус 1 тең a3 минус 4. a2 тең a3 минус 4. Мен a2-нің 14 екенін білемін. a3 минус 4. a3 минус 4 тең 14. Онда a3 тең 14 қосу 4. Сонда a3 қаншаға тең болады? 18-ге тең.
Келесі n-нің орнына 4-ті қоям, сөйтіп мен келесі мүшесін таба аламын. А 4 минус 1 тең А 4 минус 4. А 3 тең А 4 минус 4. А 3 деген менде 18-ге тең. А 4 минус 4. Сонда А 4 тең 18 қосу 4, я? А 4 тең 22. Келесі 5-ші мүшесінде дәл солай табамыз. Тапқан кезде 5-ші мүшесі оқушылар бұл бізде 26 болады. Дәл солай 6-ші мүшесін табамыз, ол бізде 30 болады. Келесі есеп. Мұнда y1 мен y2 берілген, y7-ні табуымыз керек. Бұл жерде n 2-ден басталады деп тұр. Онда дәл осылай бастаймыз. n-нің орнына бірінші 2-ні қоямыз. y 2-ке 1-ді қоссақ 3, 1-ден жаза берейінші. 2-ден 1-ді азайтсақ 1, азайту 2. y3 тең, y1 менде 8-ге тең, 8 минус 2. y3 тең 6. Енді n-нің орнына 3-ті қоям. Сонда y4 тең, y2 минус 2. y4 тең, y2 менде 5, 5-тен 2-ні азайтам. Сонда y4 тең 3-ге тең болды. Енді мен келесі n-нің орнына енді 4-ті қоям. Сонда 4-ті қоятын болсам y5 тең, y3 азайту 2, y5 тең, y3-тің мәні бар менде 6. Сонда y5 менде 4-ге тең. Енді дәл солай n-нің орнына 5-ті қоям. Сонда y6 тең, y4 минус 2, y6 дегенім менде мәні енді табам. y4 деген менде 3-ге тең, 3-тен 2-ні азайтам, y6 менде 1. Енді n-нің орнына 6-ны қойсам, y7 тең, y5 минус 2-ге тең. y7 тең, y5 деген менде 4-ге тең, азайтам 2-ні, сонда y7 менде 2-ге тең. Мені оқушылар, осылайнан біз рекурренттік тәсіл арқылы тауып отырамыз, я? Сонымен оқушылар, біз сабақты аяқтадық. Біздің сабақта көріп тұрғанымыздай сандар тізбегі деген оңай тақырып, барлығын бір жақсылап қарап алайық. Егер де барлығын жақсылап қарап алсақ, оңай болады. Жалпы тізбек дегеніміз белгілі бір реттілікпен орналасқан сандар, заңдылықпен орналасқан сандар деп айтсақ болады, я? Яғни A1, A2, A3 дегеніміз бұл тізбектегі нумерациялары. Жақсы ма? Екі тәсіл бар екен. Біреуі кәдімгі қарапайым тәсіл, екінші рекурренттік тәсіл. Қарапайым тәсілде формула берілсе, біз n-нің орнына кез келген сан қою арқылы кез келген мүшесін таба аламыз. Ал енді рекурренттік тәсілде біз жаңағы бәрін біртіндеп тауып отырамыз, я? y1, y2, y3 дегендей, мысалы 5-ке дейін тауып керек болса, онда 1-ден 4-ке дейінгі барлығын анық білуіміз қажет. Жақсы? Бүгінгі тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Жақсылап қарап алайық. Сұрақтар болса сұрағаймыз. Қош сау болыңыздар. Кездескенше.